Жұмыспен қамту орталығында мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі өтті. Келесі бейне сюжетте толығырақ. Мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесін өткізу мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен жүзеге асырылуда. Бұл биылғы жылы өтіп отырған екінші жәрмеңке. Негізгі мақсат мемлекеттік органдармен көрсетілетін қызметтер туралы халықты ақпараттандыру. Бүгінгі күні электронды түрде қызмет көрсету жұмыстары қолға алынып іске асырылуда. Жалпы азаматтар тарапынан осы электронды үкімет арқылы қызмет тұтынушылардың деңгейі қандай? Бүгінгі күні интернетпен запрос тастайтын жаңағы портал арқылы, нешеде сайттар арқылы сіздерге запрос тастайтын, осында кейіннен сол қызметтен тұтынушылардың қатары өсіп келе жатыр ма? Бүгінгі көбінесе тұтынушылардың қатарын жастар құрайды. Жаңағы оқу орындарын аяқтаған, не болмаса жұмыссыз жүрген жастар осы электронды форматта бізге өз ұсыныстарын жіберіп жатады. Сонымен қатар Жезқазған қаласы бойынша 48 мекеме осы электронды форматта жұмыс істеуге көшкен. Жұмыс жалғасуда, осы жыл аяғына дейін жұмыс беруші мекемелердің бәрін электронды форматқа көшіру жоспарланып отыр. Жәрмеңкеге 18 мекеме қатысты. Оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсететін барлық органдар, ішкі істер басқармасының қызметі, бірыңғай зейнетақы жинақтау қоры және басқа да қызмет берушілер бар. Мақсатымыз осы халыққа электрондық цифрлық қолтаңба арқылы біздің веб-сайт enpf.kz сайт арқылы біздің барлық қызмет түрлерін электронды түрде үйде отырып қалай пайдалануға болады және үзінді көшірме жинақталған сомасын жағдайын электронды цифрлық қолтаңба арқылы қалай алуға болатыны жайлы хабарлау. Жәрмеңкеге барлығы 124 адам келген, оның 39-ы жұмысқа тұру бойынша. Жәрмеңке жұмысы басталысымен біздің көз алдымызда бір азаматша өзіне орайлы жұмыс тапты. Бос жұмыс орындарын ұсынушылар қатарында Ютария жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де бар. Біз Ютария компаниясынан келіп отырық. Бізде 17 бос жұмыс орны бар. Ол тігінші мамандығынан басқа, тігінші мамандығына біз ала береміз. Жаңа бірінші адам жазылып кетті. Ондыбаева Сырғаш деген кісі поварлық адам іздеп жатырық біз. Сол поварлыққа данныйларын бәрін тастап кетті. Стаж, мамандық бойынша стажы бар екен. Шақырамыз. Әмір Әлмағамбет қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы автокөлік жолдары мен жолаушылар бөлімінің маманы. Осыдан 6 ай бұрын дәл осындай жәрмеңкеге қатысу арқылы жұмысқа орналасқан. Сондықтан мемлекет тарапынан беріліп отырған мұндай мүмкіндікті жіберіп алмау керек дейді. Колледж бітіргеннен кейін осы объявление бойынша келдім, енді жастар практикасы дегеннен кейін бірінші рет естіп тұрғаннан кейін қандай нелер болады екен деп соған келдім. Осы жерден керекті документтер құжаттарын берді, сол документтер жинадым. Одан кейін жаңа направление берді, направление арқылы жұмысқа тұрдым. Қатты қиыншылығы жоқ деп ойлаймын оған бойынша. Жаңа барған жерде де өздері үйретіп көрсетеді. Енді осыған байланысты тым қиындығы жоқ, керекті құжаттарды жинаса болды. Жәрмеңкеге келген 14 адам қолма-қол балабақшаға, тағы 21-і даму медке тіркелді. Мемлекеттік қызметтер бойынша 60 адамға кеңес берілді. Елдос Кәкенов, Думан Оразов, Дидар телеарнасы.